Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді жаппасай немесе индийский манта деп атайды. Осы тамақты жасайтын боламыз. Ол үшін видеомды соңына шейін бақылаңыздар. Қамырымыздың бәрін қазанға салып алдық. Енді 30 минутта қамырымыз піскенше буда бетін жауып қамырымызды пісіріп аламыз. 30 минут өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі болып, бір-біріне жабыспай, езілмей, дара-дара болып пісті. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер бұл тамақтың жасалу жолын болмаса, қамыры езіліп кетеді деп қорқып жүрсеңіздер, қорықпай, осы менің рецептім бойынша жасап, өз отбасыларыңызды қуантып, осындай дәмді ерекше тамақпен бөлісіңіздер. Бір рет жасап берсеңіздер, сіздерден күн сайын сұрап отырады. Сіздер де жасап көріңіздер, жасап өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіп кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Рахмет.